Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде математиканың 5-ші сабағы. Тақырыбымыз келтіру, қосу, азайту және де қос бұрыш формулалары, яғни тригонометриялық функцияларға арналған формулалармен танысатын боламыз. Ал алдымен алдыңғы сабақты еске түсірейік. Біз қандай ұғымдармен таныспыз? Біз бұрыш, одан кейін бірлік шеңбер, одан кейін ширек деген ұғымдармен таныспыз. Бір еске салып кетейік. Бұрыш немен өлшенетін еді? Ол градуспен өлшенетін еді, және немен? Радианмен өлшенетін еді. Яғни 180 градус деп жазсақ болады, немесе оны радианмен не деп жазсақ болатын еді? Әрине, пи деп жазсақ болатын еді, яғни 180 градусымыз пиге тең дедік. Енді бірлік шеңбер салайық. Бірлік шеңберді салайық. Өткенде алдыңғы сабақта бұны да қарастырған едік. Және ширек деген ұғыммен танысқан едік. Яғни ширектер қалай бөлінеді? Бірінші ширек, екінші ширек, үшінші ширек және де төртінші ширек деп 4 ширектен құралған еді. Енді қараңыздар, құрметті оқушылар, біз алдыңғы сабақта ширектермен таныстық, бірақ қандай градусқа жататынын қарастырмаған едік. Енді мына сабақта қарастырайық. Яғни біз бірінші ширекті ең басында неше? 0 градус деп аламыз, яғни ең бастапқы нүкте ол 0 градус. Одан кейін ол екінші ширек пен үшінші ширектің ортасына жету үшін қанша градус жүреді? Ол оңға бағытталса, келесі солға бағытталғандықтан арасы неше градус? Ол 180 градус, яғни 180 градусымыз келесі ол 180 градус деп аталады. Ал 180 градустың ортасы неше? 180 мен 0-дің ортасы ол 90 градус, яғни бірінші ширек пен екінші ширектің ортасы 90 градус, ал 3 пен 4-тің ортасы сәйкесінше қанша? 270 градус болады екен. Ал ендеше осы ширектегі таңбалармен танысайықшы. Таңбаларды сіздер негізі білесіздер, алдыңғы сабақта мен сіздерге жазып алыңыздар дегенмін. Ал олай болса таңбаларды көрейік. Міне, синус альфа бізде бірінші мен екінші ширекте неше? Таңбасы плюс болатын еді, ал үшінші мен төртінші ширекте таңбалары минус еді. Косинуста керісінше бірінші ширек пен төртінші ширекте плюс болған еді, ал 2 мен 3-те не? Минус болған еді. Тангенсте және котангенсте бірінші мен үшінші ширекте екеуі плюс, ал екінші және төртінші ширектерде екеуі де минус болған еді. Және де сіздерде өте бір маңызды мына кестемен танысқан едік. Яғни тригонометриялық функциялардың әр бұрышында қаншаға теңесетінін сіздерге жазып алғызған едім. Яғни 0-ден 180 градусқа дейінгі өлшемдері бұл. Жақсы, олай болса, тригонометриялық функцияларды жұп, тақ және де периодтылығымен танысайық. Естеріңізде болса, біз функция тақырыбын қарастырған кезде функциялар жұп немесе тақ болып бөлінеді деп айтқан едік. Бұл жерде де дәл солай. Синустар, косинустар, олар да функциялар. Яғни оларда да жұп, тақ деп бөлсек болады. Онда қараңыздар, жаттап алыңыздар. Бізде тақ функция ретінде синус альфа, тангенс альфа және де котангенс альфа жұп. Тақ ретінде синус, тангенс, котангенс. Ал жұп функция бізде біреу ғана. Қандай? Функциямыз қайсы қалды? Әрине косинус альфа, түсінікті ғой. Яғни тақ функцияларды ата десе біз синус, тангенс, котангенс деп атаймыз, ал жұп функцияны тап десе тек қана косинус альфаны атайды екенбіз. Оны қалай дәлелдеген едік? Оны былай міне. Синус альфаның орнына біз минус қоятын едік. Яғни синус альфа деген бұрыш берілсе, альфаның алдында минус деген таңба тұрса, құрметті оқушылар, минус синустың алдына кете салады. Бұл сонда синус минус альфамыз минус алдыға кетеді, минус синус альфаға тең екен. Ол қалай? Мысалы, синус минус 30 градусты тап дейді. Синус минус 30 градусты табу үшін минусты алдыға жібере саламыз, минус синус 30 градусты таба салсақ болады екен. Болды, синус 30 градус біз кестеден қараңыздар, нешеге тең? 2-ден 1-ге тең, 2-ден 1-ге тең, алдындағы минус 2-ден 1-дің алдына келе салады екен. Болды, сонда синус минус 30 градусымыз ол 2-ден 1-ге минус 2-ден 1-ге тең екен. Косинус ше? Ал косинус жұп функция білеміз,
косинус минус 30 градус болған кезде, мысалы, минус градус болған кезде, минусы жойылып кетеді. Естеріңізде бар ғой, жұп функцияда минус ол жойылып кететін еді. Сонда косинус минус 30 градусымыз ол косинус 30 градусқа тең. Яғни, кестеге қарайтын болсаңыздар, түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең еседі. Түсінікті ғой, яғни бізде синус, тангенс, котангенс барлығында альфаның алдында минус болса, минус алға кете салады, ал косинус жұп функция болғаннан кейін минусымыз жай ғана минусымыз түсіп қалады, болды. Түсінікті ғой. Енді жұп тақтықпен таныстық, енді периодтылықпен танысайық. Периодтылық деген не? Периодтылық, қараңыздар оқушылар. Мен алдыңғы сабақта сіздерге мынандай ұғымды айтқан едім. Мысалы, мына нүкте, мына қаламымыз сіздерге бағытталған, я? Ол неше градус айналу керек, тағы да сіздерге бағытталу үшін? 360 градус, міне сіздерге қарап тұр. Бір айналдырам толық, ол 360 градус. Яғни, біздің функцияларымыз периоды 2π, яғни 360 градусқа тең болады екен. Қайсысында? Синуста және косинуста. Түсінікті ғой, яғни синус пен косинустың периодтылығын сұраса, біз 2π деп жауап береді екенбіз. Сонда синус 30 градусымыз тең болады екен синус 30 градус қосылған 360 градус. Ал ол қалай десеңіздер, қараңыздар. Синус 30 градус болып тұр, я? Мысалы, сіздерге бағытталған 30 градус. Ол бір айналым жасаса, 360 градус жасаса. Бағыт өзгере ме? Әрине өзгермейді, еш нәрсе өзгермейді. Сондықтан синус әрбір 360 градус сайын өз орнына қайтып келіп отырады. Яғни синус 30 градусымыз тең 30-ға 360-ты қоссам, синус 390 градусқа теңесе береді екен. Түсінікті ғой, яғни 360 градус қосылған сайын еш нәрсе мәні өзгермейді. Косинуста да дәл сондай периодтары жазылып тұр, 2π, яғни әр 360 градус сайын қайталанады. Бірақ та, құрметті оқушылар, тангенс пен котангенста периодтары 2π емес, қанша? Қарапайым π екен. Түсінікті ғой, яғни, мысалы, тангенс 0 градусымыз ол теңеседі екен тангенс 180 градусқа. Өйткені оның периоды 180 градус. Әр 180 градус сайын мәндері қайталанады. Келесі тангенсіміз тангенс 0 градус тең дедік 180 градусқа, және тангенс келесі тағы да 180 градус қоссам 360 градус, я? Яғни әр 180 градус сайын тангенстарымыз қайталана береді екен. Котангенсте де дәл сондай. Котангенс альфамыз ол периоды π болғандықтан әр альфа плюс π, яғни π қосылып отырғандықтан жауабы өзгермейді екен. Осын жаттап алыңыздар. Осы жерде түсінетін затымыз жұп функцияға бізде тек қана косинус кіреді, қалғандары тақ функцияға кіреді. Ал периодтары бізде синус пен косинуста не дедік? Синус пен косинуста периодтары 2π дедік, яғни әр 360 градус сайын қайталанады. Ал тангенс пен котангенста әр 180 градус сайын қайталанады, яғни периоды π екен. Осыны естен шығармаймыз. Олай болса, келтіру формулаларымен танысайық. Қараңыздар, π айналасындағы келтіру дейді. Бізде синус π азайтылған альфа градусымыз синус альфаға тең болады. Ол қалай? Мысалы, сіздерге айтады, синус 150 градусты тап дейді. Синус 150 градус. Біз 150-дің орнына не деп жазаламыз? Синус 180 градус азайтылған 30 градус деп жазалам, я? Қараңыздар, 180-ен 30-ды азайтсам 150 ғой. Ештеңе өзгермейді. Ол тең болады синус альфаның өзіне, яғни мына 180 градусты алып тастауға болады. Яғни синус 150 градусымыз синус 30 градусқа теңесе салды. Қараңыздар, 180 түсіп қалды, я? Синус 30 градус. Ол бізде 2-ден оп-оңай айта салады екенбіз. Немесе синус 150 градусты біз былай жазсақ болады. Синус 150 градус тең синус 180 азайту 30, я? Ал 180 бізге неге тең еді? 180 градусымыз π-ге тең еді. Сондықтан π минус 30 градус десек болады. Тең болады. Мұнда синус альфаның өзіне тең еді, яғни синус 30 градустың өзіне теңеседі. Болды, 2-ден 1-ге тең бәрібір. Түсінікті ғой, яғни сіздер әзірше мына барлық формуланы жазып алыңыздар. Алдағы уақытта мына формулаларды өте көп қолданамыз біз. Видеоны пауза қойып, сіздер жазып алыңыздар. Сосын қайтадан видеоны қосасыздар. Жақсы. Барлықтарыңыз жазып алды деген ойдамын. Олай болса, π бөлу 2 айналысындағы келтіруді қарайық.
Қараңыздар. Синус пи бөлу 2 азайту альфа тең косинус альфа дейді. Ол қалай? Ол мысалға сіздерге синус 30 градусты табу үшін, біз білеміз ғой 2-ден 1 екен. Оны біз синус 90 градус минус 60 градус деп те алсақ болады. Айырмашылығы жоқ. Синус 30 градусты синус 90 минус 60 деуге болады. 90-60 айтсам 30 ғой. Сонда ол теңеседі дейді неге? Косинус альфаға теңеседі дейді. Яғни косинус альфаның орнында неше градус тұр? 60 градусқа тұр, иә? 60 градус. Сонда синус 30 градусымызды біз косинус 60 градус деп те атасақ болады. Екеуі де 2-ден 1-ге тең екен. Енді қарасаңыздар, бізде 90 градус, яғни пи бөлу 2 айналасындағы келтіруінде барлығы тригонометриялық функциялар ауысып жатыр, е? Мында синус альфамыз косинусқа айналды, косинусымыз синусқа айналды, тангенсіміз котангенске айналды, ал котангенсіміз тангенсқа айнала салады екен. Яғни тағы да 6 формула. Мына 6 формуланы тоже жазып алыңыздар. Осының барлығын қайдан шыққанын біз практикалық сабақта осылар барлығын қарастыратын боламыз. Әзірше сіздер формуланы жазып алыңыздар. Және мына ережені есте сақтау керек. 90 градустан аударғанда синусымыз косинусқа айналады, косинусымыз синусқа айналады, тангенсіміз котангенсқа, ал котангенсіміз сәйкесінше тангенсқа айналады екен. Таңбаны ширек анықтайды. Қазір оны қарастыратын боламыз. Келесі 270 градус. 270 градус ол дәл 90 градус сияқты, яғни синусымыз косинусқа айналады, косинусымыз синусқа айналады. Мына 3 формуланы да жазып алыңыздар міндетті түрде. Формуланы жазып алыңыздар. Ал олай болса, мысал есептерді көрейік. Мысал есепті көрейік. Бірінші есеп айтады. Синус 210 градусты есептейді. Синус 210 градус. Енді бастапқы кестеге қарайықшы. Бізде тек қана 180 градусқа дейін негізгі кестеде бар, я? Ары қарай біз неше екенін білмейміз. Оны табу үшін осы келтіру формулалары қолданылады екен. Сонда синус 210 градусты біз не деп жаза аламыз? Синус 210-ның орнына неше? 180 градус қосылған 30 градус деп жаза аламын. Түсінікті ғой? Сонда синус, бұл жерде қандай формулаға келіп тұр? Синус пи, яғни пи 180 градус қосылған альфаға келіп тұр, я? Синус пи қосылған альфа. Енді формулаға қарайық, сіздерге жазылған. Синус пи қосылған альфа неге тең болады? Синус пи қосылған альфа тең болады минус синус альфа дейді. Ал жазамын. Сонда тең минус синус альфа. Біздің жағдайымызда синус 180 пи деп жазды. Пи қосылған 30 градусымыз. Тең болады не нәрсе? Минус синус альфа. Альфамыз неше градус? 30 градус, я? Минус синус 30 градус. Бұл тең болады минус 2-ден 1, я? Синус 30 градус. Бұл сонда синус 210 градустың мәнін табу үшін 210-ды біз 180 қосылған 30 деп жазып алдық. Сосын мәні минус 2-ден 1 екенін таптық. Дәл солай косинус 120 градусты сондай міне. Косинус 120 градустың орнына мен косинус 180 минус 60 деп жаза аламын. Формулаға сүйенсек, косинус пи минус альфамыз минус косинус альфаға тең, яғни минус косинус 60 градусымыз ол минус 2-ден 1-ге тең бола салады. Тангенсте де дәл солай, мысалы, тангенс 105 градусты тап десе, біз тангенс 60 градус қосылған 45 градустың мәнін есептей аламыз. Оны қазір келесі формулалармен есептейміз. Қазір сіздерге барлығын көрсетемін. Жаттығулар, ал жаттығуларды орындап көрейік. Алдымен синус минус 330 градусты тап дейді. Синус минус 330 градус. Тең. Біз айттық қой, синусымыздың периоды қанша еді? 360 градус, яғни 2 пи еді. Яғни синус минус 330-дің орнына мен не деп жазалам? Синус осы градусқа, минус 330 градусқа. 360 градусты қосып тастаймын, еш нәрсе өзгермейді екен, периоды 360 градус. Тең синус, так, минус 330-ға 360-ты қоссам, 360 минус 330, 30 градус болады, яғни синус 30 градустың мәнін етеді. Болды, синус 30 градустың мәнін біз білеміз, кестеден қарап неше деймін? 2-ден 1 дей салады екен. Бұл бірінші жаттығудың жауабы 2-ден 1-ге тең екен. Түсінікті ғой. Келесі, екіншісі, косинус 5 пи бөлінген 4 дейді. Табамыз. Косинус
5π бөлінген 4. Енді біз білеміз, пиіміз ол неше градус еді? Ол 180 градус еді, яғни 5 көбейтілген 180 бөлінген 4. Өйткені 180 ол бізде пи еді. Пиіміздің орнына 180 градус тең косинус. Так, 5-ті 180-ге көбейтіп 4-ке бөлейік. Немесе бірден қысқартып жіберейік. 180-ді 4-ке қысқартам. Нешеге тең болады? 45 градусқа тең, Сонда бізде косинус 5π бөлі 4-іміз косинус 5 көбейту 45 градусқа тең естік. Тең. Ал 5-ті 45-ке көбейтейік. Баған түнде көбейт салсақ. 5 көбейту 5. 225 5 2 ойда. 225 градус. Яғни косинус 5π бөлі 4 дегеніміз ол косинус 225 градус екен. 225 градус. Ал біз косинус 225 градустың мәнін білмейміз. Сондықтан не деп жазсам болады? Косинус 225-дің орнына оқушылар. Неше? 180 қосылған қандай градус? 45 деп жазсам. Солай ма? Өйткені 180 мен 45 қоссам бәрібір 225 қой. Сондықтан косинус 225 градустың орнына косинус 180 плюс 45 градус дедім. Формуласы қалай еді бізде? Косинус, так, 180 ол бізде пи болды. Пи қосылған альфаның формуласы қалай? Косинус пи плюс альфа. Көрейік. Міне, косинус пи плюс альфа тең болды. Дәптерлеріңізге қараңыздар. Минус косинус альфа. Минус косинус альфа. Жатталамыз. Минус косинус альфа. Яғни тең алдына минус келеді. Косинус альфа. Альфамыз неше градус? Ол 45 градус. Болды. Минус косинус 45 градус. Енді косинус 45 градусымыз ол бізде түбір асты 2 бөлінген 2. Алдына минус келе салады. Сонда жауабы минус түбір асты 2 бөлінген 2 бола салады екен. Ол өте қарапайым. Келесі үшінші тапсырма. Синус 7π бөлу 6-ны көрейік. Так, тақтаны өлшем. Жазып аламын десеңдер, қазір жазып алыңыздар. Өшірдім. Синус 7π бөлінген 6. Енді 7π бөлу 6-ны градусқа айналдырайықшы. Яғни 7 көйлеймін. Так, пи бөлу 6. Пидің орнына 180 қойсын. 180 бөлінген 6. Тең. Так, 180-ді 6-ға бөлсем 30. 30-ды 7-ге көбейтем, неше? 210-ға тең. Демек бұл синус 210 градусқа теңеседі екен. Ал 210-ды біз не деп жаза аламыз? Синус 180 қосылған 30 деп жаза аламыз. 210 ол 180 көп қосылған 180 қосу 30 дей аламыз. Ал синус альфа 180 плюс альфамыз неге тең еді? Қараймыз. Синус альфа плюс пи плюс альфа ол минус синус альфаға тең еді формула бойынша. Сондықтан минус синус альфа, ал альфамыз 30 градус еді. Минус синус 30 градус тең, минус тұра береді, синус 30 градусымыз 2-ден 1-ге тең еді. Болды, минус 2-ден 1-ге теңеседі екен. Ал олай болса, дәл осылай сіздер тангенс 11π бөлу 6-ны өздеріңіз есептеп көріңіздер. Алдымен көмек ретінде айтайын, пидің орнына 180-ді қоясыздар. Ары қарай қосу және азайту формулалары. Алдымен видеоны паузаға қойып, мына формулалардың барлығын жазып алыңыздар. Сосын мен барлығын түсіндіретін боламын. Жазып алыңыздар. Паузаға қойды деп ойлаймын, жазып алды деген еді. Бұл не? Жалпы қараңыздар. Синус альфа плюс минус бета тең болады синус альфа косинус бета плюс минус косинус альфа синус бета дейді. Оған мысалдар қазір қарастырып көрейік. Мысал ретінде синус 75 градустың мәнін табайық. Мына жерде. Синус 75 градустың мәнін табайықшы мысал ретінде. Синус 75 градус. Енді біз кестеге қарасақ, бізде 75 градус деген мәндер жоқ. Сондықтан біз оны өзіміз табу керекпіз. Қалай табам? Кеттік. Синус 75 градустың орнына мен не деп жазалам? Синус, мысалы, 45 қосылған 30 деуге болады. 45 градус қосылған 30 градус десем болады. Синус альфа плюс бета. Так, бұл жердегі альфамыз сонда 45-ке теңеседі, бетамыз 30 градусқа теңесіп тұр. Кеттік, формуланы жазам, тең. Так, синус альфа плюс бета қалай? Синус альфа косинус бета. Бәрін жазып отырмын. Сонда синус альфа, синус 45 градус. Көбейтілген косинус бета, яғни косинус. Бетамыз не ол? Ол 30 градус, Көбейтілген косинус 30 градус. Плюс, үстіндегі плюс
косинус альфа синус бета дейді. Яғни косинус альфа, альфамыз 45 градус, көбейтілген синус бета, яғни синус 30 градус. Болды, мынаның мәнін тапсақ, біз синус 75 градустың мәнін табады. Тең, орнына қоя салам. Синус 45 градус неге тең? Ол түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Көбейту косинус 30 градус. Косинус 30 градус ол түбір асты 3 бөлу 2, я? Қосылған косинус 45 градус. 45 градусымыз түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Плюс көбейту синус 30 градус ол бізде 2-ден 1-ге тең. Болды, мына өрнектің мәнін таба саламыз. Әр түрлі шығарсақ болады. Мысалы, көбейтейік жақсы. Так, 2-ні 2-ге көбейт 4, түбір асты 2-ні түбір асты 3-ге көбейтсем, қараңыздар, түбір астындағы сандар көбейтсе, түбір асты ішіндегі сандар көбейсін. Яғни 2-ні көбейтсем 6, 2-ні көбейтсем. Плюс, так, 2 көбейт 2, 4, түбір асты 2-ні 1-ге көбейтсем, түбір асты 2-ні өзі. Болды, мынау біздің жауабымыз. Енді бөлімдер бірдей болғандықтан ол қоса салуға 4-тен түбір асты 6 плюс түбір асты 2-ні. Болды, сонда біздің синус 75 градусымыздың мәні түбір асты 6 қосылған түбір асты 2 бөлінген 4 болады екен. Көрдіңіздер ме? Яғни қосу азайту формулаларын біз мына анықталмаған бұрыштар бар ғой, сол бұрыштарда неше градус, сол градустарда нешеге тең екенін таба аламыз. Мына формулаларды жаттап алыңыздар. Жазып алыңыздар. Жаттау қажет емес. Қалай шығару керек екен барын практикалық сабақтарда көреміз. Лекцияда сіздер бұны жазып алыңыздар. Келесі. Көрдіңіздер ғой, түбір асты 2 плюс түбір асты 6 бөлінген 4. Енді косинус 15 градус. Косинус 15 градусты мен 15 градустың орнына 45 минус 30 дей аламын. Сонда косинус альфа минус косинус бета формуласына келеді. Косинус альфа минус косинус бета. Қарасақ, косинус альфа минус косинус бета астындағы таңба минус астында тұр. Сондықтан косинус альфа косинус бета қосылған синус альфа синус бета. Орындарына қойып шықтым. Косинус 45 градус түбір асты 2 бөлінген 2, косинус 30 градус түбір асты 3 бөлу 2, плюс синус 45 градус, так, синус 45 градус түбір асты 2 бөлінген 2, синус 30 градус 2-ден 1. Орындарына қойсақ, дәл сол сан шыға салады екен. Түбір асты 6 қосылған түбір асты 2 бөлінген 4 деген. Ары қарай тангенс 105 градусты көрейік. Енді біз тангенс 105-тің орнына тангенс ТГ деп берсек те болады. Неше 60 градус қосылған 45 градус деп қоя аламын. Тангенс альфа плюс беттан формуласы қандай? Міне, тангенс альфа плюс беттан формуласы тангенс альфа плюс тангенс бетта бөлінген 1 минус тангенс альфа тангенс бетта дейді. Орнына қоямын. Так, тангенс 60 градус түбір асты 3. Қосылған тангенс бетта тангенс 45 градусымыз 1-ге тең. Бөлінген 1 азайтылған 2 көбейеді, түбір асты 3 көбейтілген 1. Тең болады. Так, түбір асты 3 қосылған 1 тұра береді. 1 азайту, енді түбір асты 1-ге көбейтсем, 1 азайту түбір асты 3. Бұл мынау бізде тангенс 105 градустың мәніне тең екен. Түсінікті ғой, яғни 105 біздің кестемізде жоқ, бірақ өзімізге ыңғайлы болу үшін 105-ті біз 60 плюс 45 деп жазып алдық. Болды, формулаға қоя салдық, жауабы түбір асты плюс 1 бөлінген 1 минус түбір асты 3-ке тең бола салады екен. Қарапайым. Келесі 14-ші. Жаттығулар дейді. Ал есептейміз. Бірінші синус 15 градус. Кестеде синус 15 градус жоқ. Сондықтан 15 градустың орнына не деймін? Синус 15-дің орнына 45 минус 30 десем болады. 45 градус минус 30 градус. Яғни бұл қандай формула? Бұл синус альфа минус беттаға келеді. Формуланы қарайық. Синус альфа минус бетта неге тең? Ол, так, мынаны өшірем. Синус альфа косинус бетта азайтылған косинус альфа синус беттаға тең еседі екен. Жазам. Синус альфа косинус бетта азайтылған косинус альфа көбейту синус бетта еді. Тексереміз. Дұрыс жаздық па? Міне. Дұрыс жаздық. Синус альфа косинус бетта, косинус альфа синус бетта. Арасында минус. Кеттік. Орнына қоямыз. Сонда, так, тең синус альфа. Яғни альфамыз 45 градус. Көбейтілген косинус бетта, яғни косинус 30 градус. Азайтылған косинус альфа, яғни косинус 45 градус. Көбейтілген синус бетта, яғни синус 30 градус.
Болды, өрнектің мәнін таба саламыз. Сонда, так, синус 45 градус. Түбір асты 2 бөлінген 2. Көбейту косинус 30 градус. Түбір асты 3 бөлінген 2. Азайтылған. Косинус 45 градус. Так, ол да түбір асты 2 бөлінген 2. Көбейту синус 30 градус. Ол 2-ден 1. Болды, енді ықшамдап шығаратын болсақ, бізде бөлімі 4, алымы түбір асты 6 минус түбір асты 2 бола салады. Болды, сонда бұл есептің жауабы түбір асты 6 минус түбір асты 2 бөлінген 4 болады. Мына екі есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер. Дәл осылай формулаға қоя салам. Көмек ретінде бастап берейін. Косинус 75 градусты мен косинус 45 градус қосылған 30 градус дей аламын. Формулаға қойыңыздар өздеріңіз. Тангенс 15 градус. Оны мен не дей аламын? Тангенс 45 градус. 45 градус. Азайтылған 30 градус деп қоямын. Ал мәндерін өздеріңіз табыңыздар. Так, тепе теңдікті дәлелдейді. Бұл да өзіндігі жұмыс. Оқушылар, практикалық сабақта бұны бірге дәлелдейміз, ал сіздер өздеріңіз мына есепті дәлелдеп көріңіздер. Яғни, косинус альфа плюс бета көбейтілген косинус альфа минус бета тең болады косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфаға келуі керек. Яғни, сіздердің мақсаттарыңыз косинус альфа плюс бетаның формуласын қоясыздар. Көбейту косинус альфа минус бетаның формуласын қоясыздар. Ең соңында сіздерде косинус квадрат альфа минус синус квадрат бета шығуы керек. Ал өздеріңіз дәлелдеп көріңіздер. Практикалық сабақта бұны бірге көреміз. Келесі, қос бұрыш формулалары. Қос бұрыш формулалары деген оқушылар. Бізде әдеттегідей альфа бета емес, альфаның алдында сандар тұрады. Яғни, қараңыздар. Синус альфа емес бұл жерде синус 2 альфа болып тұр, Синус 2 альфа, косинус 2 альфа, тангенс 2 альфа, деген сияқты 2, 3 деп бола береді. Оның негізгі формулалары бар. Мынаны да жазып алыңыздар барлықтарыңыз. Синус 2 альфа тең болады дейді. 2 синус альфа көбейту косинус альфа. Косинус 2 альфа тең косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа деуге болады. Немесе тең 1 минус 2 синус квадрат альфа деуге болады. Немесе 2 косинус квадрат альфа минус 1 деуге болады. Мына төрт формуланы жазып алыңыздар. Практикалық сабақта бұны бәрін қарастырамыз жеке. Жазып алдыңыздар. Ендеше мына есепті өзіміз табайық. Бізде синус альфа тең 5-тен 3 деп берілген. Яғни альфа бірінші ширекте дейді. Не үшін керек ол? Ол бірінші ширек деген таңбасы плюс деген сөз, синус. Кеттік. Синус альфа берілген, косинус альфа берілген. Бізге синус 2 альфаны табу керек. Кеттік. Синус 2 альфаның формуласын жазамын. Синус 2 альфаның формуласы қалай еді? Синус 2 альфа ол 2 көбейту синус альфа көбейту косинус альфа еді. Яғни 2 көбейту синус альфа көбейту косинус альфа. Тең. Так, 2 көбейту синус альфа. Синус альфа бізде берілген неше? 5-тен 3, 5-тен 3. Көбейту косинус альфа. Косинус альфада берілген неше? 5-тен 4. Болды, мына бәрін көбейте салам. Так, 2 көбейту 3, 6, 6-ға 4 көбейтем, 24. Бөлімдері 5-ке 5-те көбейтсем, 25. Болды, сонда синус альфамыз 5-тен 3 болса, синус 2 альфамыз 25-тен 24-ке тең бола салады екен. Дәл осылай косинус 2 альфаны тауып көрейік. Косинус 2 альфаның әртүрлі формулалары бар, косинус 2 альфаның бірнеше формулалары бар. Кез келгеніне қоя салады. Мысалы, косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфаға қойық. Үшеуіне де қойып. Кеттік. Косинус квадрат альфа, яғни косинус альфа 5-тен 4 қой. 5-тен 4-тің квадраты азайтылған синус альфа квадраты, яғни 5-тен 3-тің квадраты. Бұл табан тең 25 квадратты мен 5-ке 5 25, 4-ке 4 16. 25-тен 16 минус 25-тен 9. Қанша болады? 25-тен 7 деген санға теңесе салады. Бұл тангенс 2 альфада дәл солай. Тангенс 2 альфаның формуласы міне 2 тангенс альфа бөлінген 1 минус тангенс квадрат альфа. Жазам. Онда тангенс 2 альфа тең қалай еді формула бойынша? 2 көбейтілген тангенс альфа. Ал тангенс альфа бізде белгісіз. Оны қалай табам? Тангенс альфа. Мына бір формула бар еді, ол синус альфа бөлінген косинус альфа. Синус альфа бөлінген косинус альфа. Яғни 5-тен 3-ті синусты бөліп тастайым косинусқа, яғни 5-тен 4-ке. Тең бөлуді біз білеміз, орындарға осы көбейте салады. Тең болады 4-тен 3, 4-тен 3. Бұл тангенс альфаны таптық, ол бізде 4-тен 3.
Сонда тангенс 2 альфа тең 2 көбейту тангенс альфа, яғни 2 көбейту 4-3 бөлінген 1 минус 4-3-тің квадраты. Тең. Так, 2 көбейту 4-3. 4-2 қысқарады 2-ке, сонда 2-3 бөлінген, так, 4-3-тің квадраты 16-дан 9, я, 1-ден 10 азайтпасақ, 16-дан 7 кетеді. 16-дан 7. Болды, сонда 2-ден 3-ті 16-дан 7-ге бөлді. 2-ден 3 бөлінген 16-дан 7. Тең. Бөлу болған кезде орындар ауыса салады да, көбейту бола салады. Тең болады. Так, қысқартам, 16-ны 2-ге қысқартам, 8, я. 3 көбейту 8, 24. И 7 қаға салады. Болды, сонда тангенс 2 альфамыз 7-ден 24-ке тең еседі екен. Ал, құрметті оқушылар, бұл бізде соңғы мысалымыз болған еді. Барлықтарыңызға барлық есептер, формулалар барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Ендеше практикалық сабақтарда осы формулаларды қайта зерттейтін боламыз. Барлықтарыңызға қатысқандарыңызға рахмет. Қош, сау бола қойыңыздар.